Қамтылды. Осы орайда Дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаевты студиямызға шақырып, жеке сұхбат құруды жөн санадық. Нұрлан Байұзағұлы, студиямызға қош келіпсіз. Қасиетті Құрбан айт мерекесі, білім мерекесі құтты болсын. Алғашқы сауал. Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы кейбір заңнамаларына толықтырулар мен өзгерістер енгізу жөніндегі заң жобасы әзірленуде. Осы әзірлік процесі қазір қандай деңгейде және жалпы қоғам қалай қабылдап жатыр? Ең алдымен мен барша қазақстандықтарды қасиетті Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Сіз қойып отырған сұрағыңызға жауап бергім келеді. Шынында да ол діни саладағы ахуалға терең кешенді талдау негізінде біздің министрлігіміз және басқа да мемлекеттік органдар, сарапшылар сол дін саласындағы мемлекеттік саясаттың тұжырымдамасын әзірледі. Бұл тұжырымдама жалпы дін саласындағы көзқарастардың, басымдықтардың және жұмыс бағыттарының біртұтас жүйесі болып табылады. Бұл тұжырымдама негізінде қазір заңнамалық жұмыс жүргізілуде. Тағы да атап өтетін жайт, ол осы заңнамаға, заң жобасына енгізіліп отырған толықтырулар мен өзгертулердің көбісі министрліктің тарапынан емес, қоғам тарапынан, сарапшылар тарапынан, діни бірлестіктер өздерінің тарапынан енгізіліп отыр. Сондықтан бұл заң жобасы көптеген мемлекеттік органдардың мәселелерін қамтиды. Бұл ұжымдық жұмыс. Жалпы ол заңнаманы талқылау үшін бұл заң жобасы біздің ашық порталында орналастырылған. Қазір көптеген ұсыныстар мен ойлар келіп түседі. Көптеген алаңдарда талқылау жалғасуда қазіргі таңда. Осы жұмыс барысында тиісті өзгерістер жасалады. Бұл қалыпты жұмыс үрдісі. Қазір заң жобасы талқылау кезеңінен өтуде. Сондықтан кейбір өзгертулер тағы да болуы мүмкін. Халықтың пікірлері көбінесе оң баға беріп отыр. Олардың сол пікірлердің арасында кейбір қарсылықтар да бар, басқа да ойлар бар. Сол ұсыныстардың, авторлардың арасында түрлі азаматтар бар. Діншіл азаматтар да бар, атеистер де бар, жай ғана популистер де бар. Бірақ қалай болса да, біз барлық ұсынып отырған пікірлерге, ойларға алғысымызды білдіргіміз келеді. Өйткені бізге сол дін саласындағы ахуал қандай екенін білу өте маңызды. Балаларды міндетті вакцинациялау шарасына қатысты кейбір қоғам мүшелерінің пікірі бір жақты деп айта алмаймыз. Күмән күдік әлі де болса бар. Мемлекеттің осы мәселеге келгендегі ресми ұстанымы қандай? Жалпы вакцинациялау мәселе ол денсаулық сақтау министрлігінің құзырына жатады. Денсаулық сақтау министрлігінің жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ қоғам белсенділердің тарапынан осындай тегін медициналық көмек шеңберінде балаларға міндетті екпе егу мәселесі қарастырылып жатыр. Бұл мәселе қандай себептен пайда болды? Соңғы жылдарда бізде діни ұстанымы себептен екпеден бас тарту мәселе өзекті мәселеге айналып кетті. Жалпы екпеден бас тартатын адамдардың ішінде шамамен жартысы сол діни себептерден бас тартып отыр, жартысы басқа жеке себептерден бас тартып отыр. Бұл әрине өте қауіпті нәрсе, қауіпті құбылыс. Ол бір бомба сияқты. Уақыт келгенде бұл бомба жарылып кетуі мүмкін. Бірақ қазіргі таңда біз көріп отырғандай бұл нормаға тағы да бір талдау жасап, оны мұқият қарастыру керек. Сондықтан біз денсаулық сақтау министрлігіне бұл мәселені мұқият талдап, вакциналардың сапасын кепілдеу жөнінде және медицина қызметкерлердің жауапкершілігін арттыру жөнінде мәселелерін зерттеп, бұл мәселені қайта қарауды ұсынып отырмыз. Жалпы балаларға міндетті екпе егу мәселесі әлі талқылануда, нақты шешімге келген жоқпыз. Сондықтан бұл мәселеге байланысты кез келген пікірлер немесе кез келген үзілді-кесілді сөздер айту ертелеу. Кейбір діндар отбасыларында ер азаматтар бірнеше әйелге үйленіп, некесін ресми түрде тіркемей, сол әйелдерін тастап жатқан кездер аз емес.
Бұған түсініспеушілікпен қарау қоғамда кең етек жайып келе жатыр. Жалпы азаматтардың тарапынан осындай күмән күдікті жиі естиміз. Жаңа заң осы мәселені қалай реттемек, діни неке қалай реттелмекші? Қазір қолданыстағы заңға сәйкес елімізде тек мемлекеттік органдарда тіркелген неке ғана танылады. Басқа барлық рәсімдер, соның ішінде діни некені қоса алғанда, олардың заңды күші жоқ. Мысал үшін туу, неке қию, қайтыс болу тек мемлекет тарапынан тіркеледі. Бұл салада діни рәсімдер мемлекеттік тіркеуді толықтыра алады, бірақ оны алмастыра алмайды. Сонымен қатар ешкім діни неке қиюға немесе шіркеуде бата беруге ешкім де тыйым салайын деп отырған жоқ. Бірақ мұндай діни рәсімдер тіркеуден өту керек. Біз көптеген хаттар аламыз қазір. Бір ғана мысал келтірейін. Алматы облысының бір тұрғыны оның 17 жастағы қызына мешітте неке қидырып, сол неке қидырған мешіттің қызметкері тіпті ата-аналарының рұқсатын немесе олардың келісімін де сұрмаған. Сосын бұл қыз жігітпен біраз уақыт тұрып, бала босағаннан кейін сол жігіт оған 3 рет талақ айтып, сол тағдырдың тәлкегіне тастап кеткен. Бұл қыз ешқандай заңды қорғаусыз қалды. Сондықтан мұндай жағдайларды болдырмау үшін жұртшылық осындай норманы ұсынып отыр қазіргі таңда. Тағы да бір көтеріліп отырған сұрақ, неге біз ер мен әйелдің арасындағы еркін қарым-қатынастармен сол азаматтық неке деген нәрсені қозғамаймыз? Біріншіден, бұл біздің құзырымызға жатпайтын мәселе. Біз діни мәселелермен айналысамыз. Екіншіден, азаматтық некеде ер адам мен әйел қандай да бір міндеттемелерсіз, ешқандай иллюзия тұтпай, саналы түрде сол байланысты құрады. Ал діни некеде әдетте қыздар алдауға түсіп жатады. Олар сол некелік құдайдан немесе жоғарыдан бір бата алды деп ойлайды. Бұл некенің заңды күші бар мекен деп ойлайды да, сосын сол алдаудың құрбаны болып кетеді. Сондықтан енгізіліп отырған осы түзету ең алдымен әйелдер мен балалардың құқықтарын сақтауға және діннің өзінің беделін сақтауға арналған. Оның үстіне бұл норма біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ресми ұстанымына қайшы келмейді. Мысал үшін, егер бізде шариғаттық соттар болғанда, онда мұндай мәселелерді шариғаттық соттар реттейтін еді. Бірақ біз айрылы мемлекет болғандықтан, шариғаттық соттар болмағандықтан, мұндай мәселелерді тек мемлекет реттеу керек. Заң жобасын талқылау барысында оған енбей қалған бір тұстар, ұсыныстар, мәселелер болды ма? Өз аузыңыздан естісек. Әрине, бұл заң жобасында сақалдан немесе паранжадан, басқа да сыртқы көріністерден гөрі маңызды және салмақты дүниелер бар. Атап айтқанда, мысалы үшін алғаш рет діни радикализм, деструктивтік идеологиялық ағым, деструктивтік діни ағым, сол бірқатар терминдерге анықтама беріліп отыр. Ал деструктивтік немесе теріс діни ағымдарға мемлекет тыйым салмаса да, бұл заң жобасында олардың таралуына, оларды насихаттауға тыйым салу мәселе қарастырылып отыр. Ал діни бірлестіктердің өздерінің құқықтарын қорғауға, олардың өздерінің қызмет үшін ыңғайлы, түсінікті жағдай жасауға да арналған нормалар бар. Оның үстіне кейбір бұрынғы заңдардың нормалар, ережелер қазір анықталып, нақтыланып отыр. Осы бағытта тиімді жұмыс жасалып жатыр қазір. Біз үшін осы мәселеде қоғамның бағалары, қоғамның ұсыныстары өте маңызды. Өйткені бұл заң жобасы жалпы, ол өте сезімтал, өте нәзік саланы реттейді. Сондықтан бізге сол қоғамда қандай ахуал болып жатқан, қандай пікірлер бар екенін бізге өте маңызды.
Нұрлан Байұзақұлы, Жеті күн бағдарламасына арнайы сұхбат беріп, сүбелі сөз айтқаныңыз үшін ризашылығымды білдіргім келеді. Қызметтеріңізге табыс тілейміз. Рахмет.